Мен бүгін жаңағы алма ағашына алмұрттың бұтағын будандастыруды көрсетіп, соның қалай өсіп шыққанын сіздерге көрсетемін. Мына пышақты аламыз, өткір пышақ, мынандай канцелі. Қағаз кесетін пышақ, әйтпесе жаңағы құрылыс пышағы. Соны өткір пышақпенен, бұның пышақты спиртпен әлі басқадай бір немен дезинфекция жасап, тазалап аламыз, залалсыздандырып. Оның кейін бұтағын кесіп аламыз. Осы бұтақты кейін апарып жаңағы алма ағашына будандастырамыз. Қазір соны көрсетемін, қалай будандастыратынын. Енді мына кесілген жерді бейтіп, мына алойдың жапырағыменен бейтіп, бұны да не қылып, сықылап, бұны да залалсыздандырамыз екі жағында. Бұның да бұтағын осылай міне алойменен залалсыздандырамыз. Содамыз екке. Бүйтіп жардық. Міне яқтықында бұлай жарамыз. Міне пышақпенен. Одан кейін екеуін бір-біріне кигіземіз. Құптап. Екі бұтақтың жуандығы бірдей алуға тырысамыз. Енді осыны мына жерде жақсылап скотчпен ораймыз. Бүйтіп скотчпен жақсылап орап, орадық. Енді қазір мен бұның одан жаңағы ылғал шықпауын қамтамасыз ету үшін былай мен тағы бұны герметикпенен бүйтіп кәдімгі автомобильде қолданатын герметикпенен былай қарай жағып, сыртының бәрін жаңағы изоляция жасап тастадым. Мына бас жағындағы сок шығатын жерді осы менен бүйтіп бекітіп тастаймыз. Болды. Енді осы бұйырса кейін өсіп шығады мынау. Ал енді міне қараңыздар. Көктемде жаңағы міне скотчпенен жаңағы герметикпен оралған міне бұтақ. Мынау міне алмұрттың жапырағы. Екі бұтақ, екі жерден жаңағы бұтағы шықты. Міне. Қазір күз кезінде қарай міне осылай болып міне екеуінен де алмұрттың бұтақтары шықты. Көктемде жасағанның жемісі міне. Енді бұйырсақ бір жыл, может 2 жылдан кейін мынағанда алмұрт шығады, мынаяққа алма шығады. Мынау алманың жапырақтары міне. Мынау тегіс жапырақ. Бұл алмұрттікі, мына кедір-бұдыры бар жапырақ. Бұл кішкене чет-четі ирек болып келеді, жіңішке. Бұл алманыкі. Мынау алмұрттың жапырағы міне. Екеуі бір ағашта өсіп тұр міне. Осылай будандастырса тез қабылдайды. Жаңағы тәсілменен будандастырылған бұл персик ағашыменен жаңағы абрикостікі. Мына бұтақ міне, мынау жаңағы герметикпен оралған бұтақ міне бұл жаңағы персиктің бұтағы міне жапырақ персиктікі. Міне яғында персиктің жапырағы, міне яғында персиктікі, мынау абрикостың міне бұтағы, бір бұтақ. Бұда жаңағы бір бұтақ шықты. Бұл тәсілменен қолданып істеген екеуі де міне өніп жақсы ағылып кетті, өсіп өніп кетті, міне жапырағы жақсы шығып тұр. Бірер жылда бұл да жеміс береді. Ал енді мына менің жаңағы көрсеткен кеңестерім сіздерге ұнаған болса, бұны пайдаланып, осындай өздеріңіз бау-бақшаларыңызда будандастыруға болады. Әр түрлі нәрселерді. Тек қана алмұртпенен алман емес, одан да басқа жаңағы өрікті абрикосқа, тағы басқа да ағаштарды бір-біріне будандастырып, осылай өсіруге болады. Ал енді осы менің берген кеңестерім ұнаса, менің каналыма жазылып, осындай кеңестерді көріп тұруларыңызға болады. Одан да басқа мен бау-бақша жөнінде неше түрлі әртүрлі нелерді қалай өсіретінін,
қалай күтіп баптау керек соның бәрін көрсетуге тырысамын.